Rolls-Royce 1906 жылы құрылған британдық қымбат автомобильдер өндіретін компания. Мың 1907 жылы Rolls-Royce компаниясының бас директоры Клод Джонсон Rolls-Royce автомобильдерінің сенімділігін дәлелдеу үшін өзінің жеке Rolls-Royce Silver Ghost көлігімен Англия территориясын 2 рет кесіп өтіп, 1207 шақырымды жүріп өткен. Бұл қазір күлкілі болып көрінуі мүмкін, алайда ол кезде мұндай қашықтықты еш қиындықсыз жүріп өте алатын көліктер болмаған. Клод Джонсон мұнымен тоқтамай 2 ай бойы шамамен 24 000 шақырымды жүріп тастаған. Ол Лондоннан Глазгоға көлігімен 27 рет саяхаттаған. 1907 жылдан 1958 жылға дейін Rolls-Royce тек қозғалтқыштар мен шассиді ғана шығарды, ал көліктің корпусы мен интерьерін H.D. Mulliner, Hooper, Barker және Parkworth секілді өндірушілер тапсырыспен жасаған. Мың 1930 жылдары Үндістанның махараджасы Бупиндер Сингх Лондонды аралап жүріп, Rolls-Royce'ның көрме залына кіреді. Көрме қызметкері оны қайыршы деп ойлап, залдан шығуын талап етеді. Бупиндер Сингх бұған қатты ашуланады. Келесі күні махараджа алтын және гауһар тастарын тағып, аталған көрме залына қайта келеді. Бұл жолы компания оны құрметпен қарсы алып, оны қуып жіберген қызметкерді жұмыстан шығарады. Алайда Бупиндер Сингх мұнымен тоқтамайды. Махараджа 6 Rolls-Royce Phantom көлігін сатып алады. Көліктер Үндістанға жеткізілген соң, Бупиндер оларды қоқыс таситын көлік ретінде пайдалануға бұйрық береді. Rolls-Royce көліктері Үндістанда қоқыс таситын көлік ретінде пайдаланатын туралы ақпарат бүкіл әлемге тез тарайды. Нәтижесінде Rolls-Royce автомобильдеріне деген сұраныс төмендей бастайды. Қақтығысты шешу үшін Rolls-Royce ресми түрде Бупиндер Сингхтен кешірім сұрап, оған тағы 6 көлік сыйлаған. Мың 1959 жылы Rolls-Royce Silver Cloud 2 көлігі жарық көрді. Ол Rolls-Royce Bentley L сериалы жаңа V8 қозғалтқышымен жабдықталды. 1998 жылға дейін Rolls-Royce және Bentley көліктерінің барлығы дерлік осы қозғалтқышпен жабдықталған. Мың 1998 жылы Rolls-Royce BMW меншігіне, ал Bentley Volkswagen меншігіне өтті. Алайда Rolls-Royce өз машиналарын Rolls-Royce Bentley L Series қозғалтқыштармен жабдықтауды тоқтатқанымен, Bentley 2020 жылға дейін осы қозғалтқыштарды пайдаланып келді. Rolls-Royce автомобильдерінің интерьері тек бұқа терісінен жасалады. Бұқалар жәндіктер жоқ таулы жерлерде өсіріледі, яғни былғары жәндіктер зақымдамаған таза терілерден жасалады. Rolls-Royce'тың өзіндік жүргізушілердің біліктілігін арттыру курстары бар. Сіз өзіңіздің жеке жүргізушіңізді арнайы Rolls-Royce White Glove курсына жібере аласыз. Онда ол 3 күн ішінде Rolls-Royce'ті дұрыс басқаруды ғана емес, сонымен қатар этикетті де үйренеді. Өзге автомобиль өндіруші компаниялар бір көлікті құрастыруға 48 сағат жұмсаса, бір Rolls-Royce көлігін құрастыруға кем дегенде 2 ай кетеді.
Rolls-Royce автомобильдерінің ең көп саны Гонконгта тіркелген. Гонконг 1842 жылдан 1997 жылға дейін Ұлыбританияның отары болған. Сол кездегі барлық шенеуніктер мен бай адамдар Rolls-Royce көліктерін мінген. Кейіннен бұл дәстүрге айналған. Көргендеріңізге рахмет. Арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.